Ты предлагаешь сдать его обратно в детдом? Что о нас подумают? Я не хочу об этом слушать. Лучше сделать это сейчас, пока не начались проблемы. Зачем тогда мы вообще его усыновляли? Мы ведь не знали, что ты сможешь забеременеть. Теперь у нас будет свой родной ребенок. Сдадим его обратно и все забудем. Так нельзя. Это неправильно. Как хочешь. Сама будешь о нем заботиться. Он мне не нужен. Мен неменеге барам? Ол жерде не істеймін? Бибігүлдің ата-анасымен танысасың. Әлима, оларға ұнауға тырыш. Әне, бота сияқты болшы. Не үшін оларға жағуым керек? Мен ешкімге де тәуелді емеспін. Әлима, ешкімге жағымпазданудың да, жағынудың да қажеті жоқ. Өзіңді қандай адам екеніңді көрсетсең болды. Осылай ма? Шынайырақ болшы. Сосын қарапайымдылау. Сонда сенен артық қыз болмайды. Өзің ойлашы. Олар сенің әкең туралы жаман ойлап қалған қалайсың ба? Неге өйтіп ойлайды? Енді ата-анасын баласының тәрбиесіне қарап бағалайды. Ай, қусыз әке. Бәрібірде үйде қалуым керек еді. Ту, кемпірлер сияқты сөйлей бермеш. Сосын бармай қалсаң, ұят емес пе? Онда тұрған не бар? Шауырып жатыр десе де болады ғой? Алима, Садықовтардың басты ережесін еске түсірші. Алима. Садықовтар ешкімге де ешқашан өтірік айтпайды. Міне, дұрыс. Өтірік айтпайды. Сосын барған бетте бірден ешкіммен шағыспашы, а? Кім біледі? Мүмкін олар саған ұнап қалар. Әрине, соны сезіп тұр едім. Бибігүл, қараш, сәл үлкенде болып қалыпты. Жоқ, кофта өте әдемі, мам. Тек Алиманың стиліне кішкене келіңкіремейді. Онда өзіңе ұнағанын алып береміз. Жүре ғой, маған көмектесе ғой. Мына Бибігүлдің Өзің көрдің бе? балабақшада жүрген кезі. Жаңа жылда түскен. Мынаны өрейін бе? Ал мынау бірінші сыныпқа барған кезі. Мектепті өте жақсы оқыды. Кілең беске. Пап, қосып жібердім. Жарайды, енді географиядан 4, қалғандардың бәрі 5 болды ғой. Жүрегіңіз қалай? Мазалап жүрген жоқ па? Жақсы. Ол не? Сіз берген дәрілер ішкелі бәрі жақсы. Сонда да дәрігерлерге көрініп жүру керек. Сені шашқан қыз. Маған кез келген уақытта келсеңіз қабылдаймын. Жарайды, жақсы. А мынау лагерьге барған кезіндегіз. Одан да... Мен сендерге қарап отырғанша Бибігүлдің кішкентай күндегісін бір айтып берейін. Сені режимен жарайды. Сен оны білмейсің, мама екеуміз білеміз. Бір қонаққа бардық шуға. Мамасы бар, бәріміз Бибігүл кішкентай ол кезде. Енді шуда маса көп қой, өзің білесің. 2-де ме, 2-2.5-да ма? Соны далаға отырып шай ішеміз. Соны біраз уақыт өтті, біраз уақыттан кейін Бибігүл жүр есіктің алдында. Шартылай жалаңдық қой енді, балам кішкентай. Бір уақыттан кейін есіктің алдында біз отырсақ, Бибігүл екі қолын алып алғанбыз, сипап жүр, бір нәрсе іздеп жүр. Сен мамасы еді, мамасына немене, маса шақырып қойғам деді. Сен мама шексіз қыз есіңде ма? Шексіз қатып күледі. Сен немене бір жері шағып алды маса десем, іздеп жүрсің. Жоқ деді кәді, анау. Бибігүл балаларды, кішкентай балаларды пеште тұрғанын көру ғой, соған өзінің пештесін іздеп жүр. Ол болмайды. Менікі қайдан деп іздеп жүр. Мен айтам жүр, шын маса шағып алды екен. Есіңде, сен оны білмейсің, біз мама екеуміз білеміз. Иә, бәріне айтасың, білмеймін әбден. Қайдан отырған деп. Бір сәтке
назар аударсаңыздар, менің айтатын маңызды нәрсем бар. Иә, ол қандай маңызды нәрсе? Айтайын деген, енді сіздер біздің үйге қонаққа келіңіздер. Рахмет. Міндетті түрде барамыз солай ғой? Иә, барамыз. Рахмет. Ал Бибігүл, енді өзің айтшы. Қыздар, сендер машинаға барып отыра беріңдер. Кешірші. Кешірші. Асқыстық жасамайық. Әзірше осылай дұрыс болар. Сен мен кешір. Алдымен өзіңнен рұқсат сұрауым керек еді. Осыған бола арамызды үзбекші. Олай ойлама. Маған аз ғана уақыт берші. Иә. Әрине. Өзіңді ренжітпеймін деп уәде беріп едім. Істеп жүргенім мынау. Мүмкін маған көшіп келерсің. Бірге тұрармыз. Ар жағын көре жатармыз. Бұның дұрыс болады деп ойлайсың ба? Қыздар не дейді? Қыздар қуанады. Асығыс шешім қабылдамай-ақ қой. Ойлан. Дастархан басында болып жатқанның барлығын өз көзімен көрдім. Ол сіздің бетіңізді қайтарды. Алима, ашуға бой алдырмаш. Аздап ойланып барып, содан кейін жауабын берейін деген шығар. Бұл оның жауапкершілігі мол адам екенін көрсеткіші. Адам не жақсы көреді, не жек көреді, болды. Ол сізді жақсы көрмейді деп отырмын. Оның не ойлайтын сен қайдан білесің, Қайдан білесің? Мүмкін қазір ол мені сүймейтінді шығар. Демек, мен оның жүрегін жаулап алуым керек. Солай ма, Баташ? Мен Бибігүлге бірге тұрайық дедім. Не үшін? Онымен бірге тұрғым келмейді менің. Алима, өзіңді ғана ойлама. Сіз өз-өзіңізді ойлап тұрған. Бізбен санаспайсыз. Ол туралы сен ештеңе білмейсің. Сосын Боташқа жауап бермеш. Ол өзі біледі. Боташ, Бибігүл бізбен бірге тұрғанға сен қарсы емессің бе? Міне, қарсы емес. Мылқа болғанмен қатар ақымақ та екенсің сен. Алима! Қанеке, ашуланып байқамай айтып қалдым де. Ботақан, ренжімеш. Мен кейде ақымақ болып, ойыма келгеннің барлығын айта берем. Ренжімеш, кешір. Алима, абайлап сөйле. Біреудің көңіліне келеді деп неге ойламайсың?
айтшы, Ирек, не қылған шұғыл шаруа сенде? Бірге тұрайық дейді. Сен не дедің? Менде әзірге уақыт бар. Сөз салмақшы болды. Күмәнданып жүрсің ба? Айка, мен жалғыздыққа, тыныштыққа, кітаптарыма үйреніп алғам. Өз-өзіме уақыт бөлген жақсы көрем. Мен оларға ана бола аламын. Я, бірақ, кейде бар ғой, менде Жапандағы бір аралға кетіп қалғым келеді. Осы мен қандай анамын? Жақсымын ба, жаманмын ба? Осы сұрақтардың жауабын іздеуді мен мүлдем доғардым. Бар білетінім бар ғой, балаларымды өмірімнен артық жақсы көремін. Мәселе сода болып тұр ғой. Мен оның балаларын жақсы көре аламын ба? Мен тек қана ермекке емес, оның қыздарына да үйренсін керек. Осы сен сондай қағидаларыңды қойшы. Бір сәтке де болса, жүрегіңді тыңдап көрсеші. Қайдан білем жақсы көретінімді? Бибігүл, сен балаға деген махаббатты еш нәрсемен шатастыра алмайсың. Әңгіме сода, Айка. Мен олардың туған анасы емеспін. Жүр жүгіреміз. Қойшы. Кітаптарыңды қимай тұрсың ба? Оларды үйіме ала кетейін. Үйімізге дейін дегенім ғой. Керек емес. Бірге тұратынымызға әлі сене алар емеспін. Қуаныштан жүрегім бір түрлі тулап тұр. Балам, бұл жерде не жазды? Алима, тездет, кешігетін болдық. Қазір 5 минут. Ертерек тұр деп қанша айтам саған, а? Түп. Әкем өзім байлайын. Осы бір бәлені үйрене алмай қойдым. Зәуреден мезгілсіз уақытта сұранып. Бота шайын ішіп алсын, сосын кейін асықпайсың. Жұмысқа барамыз. Кешіп қалмайсың ба? Кешіксек не болады? Өзім бастықпын ғой. Бастық екенін айта береді. Галстукты байлап қайдан үйрендің? Әкем де байлай алмайтын. Кішкентайымнан үйреніп алған. Үйренгенің жақсы болады. Маған жақсы болды. Жарайды, біз кеттік. Бодаш, Бибігүлдің жұмысына барғанда бұзық болма. Біз кеттік. Бол. Іштің ба? Алима, бол дейін. Иә. Кептелісті білесің ғой, жүр енді. Кеттік жұмысқа. Алима, айтқанның бәрін ұқтың ба? Түсінбей отырмын, оған соншалықты не деді? Бағанадан бері мен саған не айтып отырмын?
Бибігүл сенің құрдасың емес, құрбың емес. Тым болмаса үлкен деп сыйлауың керек қой. Үнемі сөйтесіз, оның сөзін сөйлей бересіз. Мен ешкімді сөзін сөйлеп отырған жоқ. Қызым, сенің ақылың бар ғой. Мен сіздің туған қызыңызбын. Ал оның сізге кім екені түсініксіз. Сондықтан сіз менің жағымда болуыңыз керексіз. Біздің офис осы. Ұнайды ма? Бұл кімнің қызы? Сен ботагөзсің ғой. Менің есімім Дархан. Мен Бибігүл тәтеңнің досымын. Бибігүл тәтеңде бір сиқырлы кнопка бар. Сол кнопканы бассаң, барлық сенің армандарың орындалады. Ал, қара. 2 кофе, 1 какао, және шоколад. Үлкен шоколад. Жақсы, қазір алып келемін. Ал енді аны есікке қара. Қалай, өйстіп барлық сенің армандарың орындалады. Ал, қалай, күшті ма? Ботагөз, бізде ән жерде демалыс бөлмесі. О жерде футбол ойнайды. Мынау Бибігүл тәтең маған үнемі жеңіле береді. Онымен ойнаған қызық емес. Жүрмей саған футбол үйретемін. Ал біздің Бибігүл тәтеміз жұмыс істей берсін. Жұмыс істемесе оның басы ауырады. Ал, ақырындап ал. Шоколадыңды ал. Ал, кеттік. Пока. Өте дәмді. Ас болсын. Боташ, Алима қайда? Келмей ме? Мен қазір келемін. Шай ішесің ба? Қызым, неге кешкі асыңды ішпейсің? Ешкім келмейді. Бибігүл керемет жаркой дайындады. Өте дәмді. Оның тамағы ұнамайды маған. Алима, Бибігүл өзінің айтқандарын екі етпей орындай жүр. Оны өзіне жақын тартар уақыт болды ғой. Алима екеуміздің арамыз жараспай ақ қойды.
Не істесем де ұнамайды. Бибігүл, сен барлығын дұрыс істеп жүрсің. Алима бала ғой. Ол кішкене уақыт бер. Бірге тұрамыз деп шешкеніміз дұрыс деп ойлайсың ба? Әрине. Ерте ме кеш пе екеуміз қосылар едік. Ол Алима әлі-ақ үйреніп кетеді. Мүмкін ертең табиғат аясына шығып қайтамыз. Несі бар? Керемет ой. Қыздар оған қуанады. Жүрегім жай соғып жатыр. Тіпті дыбысы естілмейді. Уайымдама. Бәрі жақсы болады. Здравствуйте, можете открыть дверь? Моя мама на работе, я не могу открыть дверь. Мне холодно. Что надо? Ты что, здесь живешь? Да. Алима! Алима! Таңғы асқа кел. Боташ. Не жейсің? Алима, болсаңшы енді. Мәзір. Сен қайда киініп алдың? Бір жаққа барасың ба? Иә, біз бүгін... Дұрыс. Бір жағынан киініп алғаның да дұрыс болды. Бүгін бәріміз таңғы асты ішіп алған соң Бибігүлдің ұсынысы бойынша тау жаққа серуендеуге барамыз. Болды, Алима. Алима, мен айттым ғой барамыз деп. Шайыңды іш. Тез-тез іш дей. Алима, сен қайда кеттің? Бармайым ешқайда. Алима! Қарбыз? Тоңған жоқсыңдар ма?
Жоқ. Жақсы күн. Жылы, иә? Ота, қарбыз жемейсің ба не? Не берейін? Банан. Банан жейсің ба? Қар. Сақал, ақсақал. Ата. Кәдімгі? Мынау үйрек. Алима, сен қайда болдың? Тоқта! Бер қара дейін. Алима дейін, бер қара. Қанеке жауап бер. Қайда болдың? Неге телефонды көтермейсің, а? Саған не бәрібір емес па? Сен менімен қалай сөйлесесің? Мен саған сондай тәрбие бердім бе? Аздан кейін мен сенің әкеңмін. Сен үшін жауап берем, білдің бе? Сенің қайда жүргенді, кіммен жүргенді, не істеп жүргенді бәрін білуім қажет. Кейінгі кездегі қылықтарың маған ұнамайды, Алима. Бері қара. Ана Бибігүлге көріскен қырыңда. Қысқасы бүгіннен бастап сен жазаландың. Ақша, интернет, телефон бәрі де жоқ саған. Өзіңнің не істеп жүргенді ойланып, дұрыс шешім қабылдамайса солай. Сенен ештеңе де керек жоқ. Сен маған сөз қайтармады. Одан да қайда болғанды айт. Мен апама бардым. Ризасың ба? Біз жылда бәріміз бірге апама барушы едік. Ал анау пайда болғаннан кейін бәрі де өзгерді, бәрі өзгерді. Алима. Сен апамнан қайтқан күн ешқашан да ұмытпаушы едің. Одан да анаумен қыдырып көңіл көтерім келді ғой. Солай ма, неге үндемейсің сен? Жек көрем. Что за мной ходишь? Хавать хочешь? Кушать хочу. Шли. Откуда у тебя деньги? От верблюда.
Планшет своровал. А что? Воровать нехорошо. Кто сказал? Мама. У меня нет мамы. У меня тоже. Бибігүл, кетпеш. Осылай істегеніміз дұрыс болар. Сәл асығыстық істедік. Әзірше бөлек тұра тұрайық. Маған Әлима екеуінің тату болғандарын керек. Алима, есікті аш. Мен сенің мамаңды ешқашан ұмытқан емеспін. Екеуміздің бәрібір күніміз есімде. Алғашқы танысқан күннен бастап қайтқан күнге дейін. Мамаң қайтқанда саған қиын болғанын білем. Қазірде саған оңай емес, бірақ Әлима, менің жағдайым қиын болып тұр ғой. Өткен күнмен ғана өмір сүруге болмайды. Екеуміздің сезіміміз шынайы. Түсінші, ол жақсы адам. Сендерге ұнауға тырысып жүр ғой. Бір мүмкіндік берсеңдер. Әлі табысып кетерсің. Алима. Әке, мен сізді қатты жақсы көрем. Әлима, бәрі жақсы. Мен білем, мен сізге бұл сөздерді бұрын айтпайтынмын. Үнемі сізді ренжітетінмін. Сөз қайтарып тіліңізді алмайтынмын. Әлима. Бірақ
Сізден жақын менің ешкімім жоқ. Жылама. Кешіріңіз. Әлима, сен мені кешір. Мені оқия тыңдап алшы. Ботаға бас көз бол. Жарай ма? Өзіңде ақылды бол. Сабағын жақсы оқы. Сосын Бибігүлмен тіл табысуға тырыш. Келістік пе? Ауруын қатты асқындырып алған. Енді қазір дайындық жүріп жатыр, 1 сағаттан кейін ота жасалады. Бірақ не болар белгісіз. Бір Құдай біледі. Енді сіздер де бекем болыңыздар, біз де енді барымыз саламыз, аман алып қалуға тырысамыз. Сол жақсы. Қалайсың? Маған ешқандай отаның көмектеспейтінін білемін. Бибігүл, қыздарым саған аманат. Осы соңғы тілегім. Оларға ана орнына ана болам деп уәде берші.